мен шаршадым деп жатса, өзі таныстықты тоқтатып жатса, мен оның артынан жүріп, жоқ, тоқтатпайық, сөйлесейік деген әңгіме айтқым келмейді. Себебі, егер де мәселе болса, андай... Бітейік та болмаса ше, кезекпен сөйлейікші өтін ше. Кезекпен, айтпаған жарсын. Мен өз тарапымда айтайын. Андай, кішкене келісетін әңгімелер бар, келіспейтін әңгімелер бар. Ол жерде үйде, осы жерден кейін үйге қайттым. Мен ерте қайттым да, барып та ұйықтадым. 8-де ма барып ұйықтап қалғам мен. Сөйтіп енді 1-2 сағат ұйықтап тұрып қарасам, стримде отыр екен бұл кісі. Мен бұған жазып жібергем үйге барған кезде. Мен үйге жеттім, жаным. Сен жеттің ба дедім, я деді. Арғы ештеңе жоқ та, что-то бір түрлі сияқты ғой дедім де ұйықтап қалдым. Мен басым ауырып, эфир сол күні быт-шыт болды ғой өзі де. Одан кейін тұрып стримға кіріп отыр екен, қарасам біреу жазған, ертең ажырасқаныңды бетіңе басады ғой, қазірден тоқтатасыз оны деген сияқты әңгіме болғанда, сөйтіп бұл кісі жаңа айтып отыр ғой, басқа нәрселерге жауап бердім. Мына соған жауап беріп жатқан мен өзім көрдім да, мүмкін я дұрыс айтатын шығарсыз, мүмкін солай да дұрыс шығар дейді да. Бірақ біз мына жерден әдемі кетіп отырамыз, ана жерде болды, жалғасатын болды дейді да. Бұл стримда отырады да, мүмкін я тоқтағанда дұрыс шығар, ертең бетіңе басады ғой деген әңгіме келісіп жатыр. Біріншіден, мен никогда сен ажырасқаның жайлы халық та куә, осы жерде қатысушылар да куә, мен бір ауыз әңгіме айтпағам осы уақытқа дейін. Айтпаймын да ол нәрсе. Маған қызық емес ол нәрсе. Одан кейін сол халықпен келісіп жатқан кейін түсінбей қалдым. Мына жерден әдемі кеттік, бірақ ана жақта уже стримде андай әңгіме айтып отыр. Одан кейін мен түсінбеймін. Сонда қалай біздің не болып кетті мен атына шенем? Ұрысамыз 5 минуттан кейін құшақтасып отырамыз. Мен шаршап кеттім ондай нәрседен. Өзімді түсінбей қалдым, миым ашып кетті ол нәрселер деп. Содан кейін мен болды, керек емес шығар дедім да, полный жақтан блоктадым да, болды, арақатынас ақыр тоқтатқым келіп отыр екен, солай бәріне келісіп отыр екенсің, не қыламыз оны созып? Ертең бәрібір 2 жылға созсақ та, ол тоқтайды екен ғой, по-альбому сенің ойыңша дедім да, болды, тоқтаса осы жерден тоқтасын дедім, болды. Нұржан, сұрай кетейінші, барлығы жақсы болды, содан кейін жаңа Ақерке сөзінің басында айтып қалды. Маған демалыс берші деген, қалай болды нақты? Қалай, демалыс емес, жаным бірдеңе деп қолынан бүйтіп ұстап, неғып отыр енді, камера түсіріп отыр. Қоя тұршы дедім мен бұған. Сәл өз-өзіме келіп алайын, сәл бұндай нәрселерді қоя тұрайық. Өз-өзіме келіп алайын дедім. Өз-өзіме келіп алайын. Енді ол жерде қанша эмоция болды, қанша айқай болды, қанша нерві кетті ол жерде. Одан кейін бірден барып құшақтасып отырсақ, халық тағы да дұрыс түсінбейді ол нәрсені. Мына жердің бәрі камераға түсіреді ғой. Ол кезде сіз солай айттыңыз. Негізі содан реніш пайда болған сияқты, содан кейін барғаннан кейін жақсы мазасын алмайын деп ойлаған сияқты, содан кейін стримда отырады да жаңағыдай халықпен келіскен сияқты сөздер болады, бірақ сіздер ашылып сөйлеспедіңіз. Енді оны былай бүйтіп басқа тараптан қарайтын болсақ, балаусахан болмашы нәрсе сияқты да, болмашы нәрсе ғой, енді таныстықты тоқтатып жіберетін дейді нәрсе емес. Просто сондай нәрселер жиналып, бір шегі сол болды деп ойлаймын өзім. Енді мен айтып жіберсем бола ма, балауса ханым өз пікірімді? Мына жерде бар ғой, Нұржан